Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Қазақстан қалалары. Бөлім «Менің отаным Қазақстан». Города Казахстана, моя родина Казахстан. На сегодняшнем уроке мы узнаем, в каком регионе находятся города Казахстана. Изучаем названия регионов на казахском языке. Қазақстан қалаларын рет-ретімен менімен бірге қайталап отырыңдар. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Көкшетау, Қызылорда, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Орал, Талдықорған, Семей, Өскемен, Тараз, Түркістан, Қостанай, Павлодар, Петропавл. Мынау сіздердің көріп отырғандарыңыз Қазақстан картасы. Мұнда сіздерге Қазақстанның 4 аймағы және сол 4 аймақта орналасқан қалалар көрсетілген. Енді 4 аймақтың атын атап үйренеміз. Бірінші, солтүстік аймақ, северная зона. Шығыс аймақ, восточный регион. Оңтүстік аймақ, южная зона. Батыс аймақ, западная зона. Солтүстік аймақта Петропавл, Қостанай, Көкшетау, Нұр-Сұлтан, Павлодар қалалары орналасқан. Шығыс аймақта Семей, Өскемен қалалары орналасқан. Оңтүстік аймақта Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматы, Талдықорған қалалары орналасқан. Ал батыс аймақта Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтау қалалары орналасқан. Жезқазған мен Қарағанды қалалары орталық Қазақстанда орналасқан екен. Бүгінгі сабақтағы сіздермен бірге танысатын жаңа сөздер. Бірге қайталаймыз. Шығыс, восток, батыс, запад, оңтүстік, юг, солтүстік, север, аймақ, край немесе регион деп аударылады. Бүгінгі сабақта сіздерге берілетін оқу тапсырмасы. 5-ші тапсырма: мәтінді толықтырып оқы. 5-е задание. Читайте и дополняйте текст. Вместо вопроса «Куда» нужно указать название региона. Менің есімім Фарида. Меня зовут Фарида. Мен Шымкентте тұрамын. Я живу в Шымкенте. Шымкент қайда орналасқан? Шымкент где находится? Шымкент оңтүстік аймақта орналасқан. Қайда деген сұрақтың орнына оңтүстік аймақта деп жазамыз. Қалада әдемі жерлер көп. В городе много красивых мест. Біздің аймақта күн жылы. В нашем регионе солнечная погода. Жеміс-жидек тез піседі. Плоды быстро созреют. 5-ші тапсырманың қалған бөліктерін өзіміз үйде оқып танысамыз. Жеке жұмыс. Үлгі бойынша орындап дәптерге жаз. Напишем в тетрадь. Үлгі. Образец. Батыс аймақта Атырау, Орал, Ақтау, Ақтөбе қалалары орналасқан. В западной зоне расположены города Атырау, Уральск, Ақтау, Ақтөбе. Ары қарай солтүстік аймақта қандай қалалар орналасқан? Шығыс аймақта қандай қалалар орналасқан? Оңтүстік аймақта қандай қалалар орналасқан? Толықтырып жазамыз. Далее пишите, какие города существуют в северной зоне, в восточной зоне, в южной зоне. Вы можете получить дополнительную помощь, нажав на ссылку. Ссылка находится в руководстве.